Баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай табиғи ингредиенттен дайындалатын керемет балмұздақ дайындаймыз. Бұл балмұздақ құлпынайлы балмұздақ. Жасалу жолы қиын емес. Міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп, видеоны аяғына дейін көріңіздер. Бұл балмұздақта ешқандай краситель, консервант болмаса загуститель жоқ. Сол себепті бұл балаларға таптырмас тәтті болып табылады. Ең алдымен бізге құлпынайдың барлығын жуып тазалап, блендердан өткізу қажет. Бізге құлпынайдан 300-350 грамм қажет. Блендердан өткізгеннен кейін құлпынайымызда осындай масса қою болады. Осы қою массаны тоңазытқышта 20-30 минут ұстаймыз. Мен оған арнайы осындай ыдыс қолданамын. Тапыр фирмасынікі. Жеміс-жидектерді сақтауға өте керемет болады. Құлпынай мұздатқышта соғанға дейін мен сливки, яғни кілегейді взбивать ете беремін. Бізге 33% 300 мл кілегей қажет. Оны орташа қоюлыққа дейін взбивать етемін. Тортқа арналған кремге дейін взбивать ету қажет емес. Ортасына келген кезде 150 грамм қант пудрасын қосамын. Егер тәттіні жақсы көрген жағдайда 200-250 граммға дейін қосуға болады. Осы уақытта біздің құлпынайымыз суыды, тастай болып тұр. Осы суық массаны енді кілегейге салып араластырамыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Көріп отырғандай керемет түс шығып жатыр. Ешқандай краситель жоқ, бұл табиғи түс. Енді осы массаны мұздатқышқа 4-5 сағатқа жіберемін. Егерде балмұздаққа арналған арнайы ыдыстарыңыз бар болса, соған салып жіберсеңіз болады. Менде бұл жартысы, ал екінші жартысы арнайы Тапыр фирмасынан алынған балмұздаққа арналған осындай ыдыстар. Өте керемет ыдыстар, өте оңай алынады. Жегенге де өте ыңғайлы, балаларға қатты ұнайды. Мінеге 4-5 сағатта балмұздағымыз тастай болып суыды. Мен оны осылай кесіп ыдысқа салдым. Көріп отырғандай, түсі өте керемет, дәмі өте тәтті. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.